Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге піскен еттен макарон жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз осылай қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап қып-қызыл сап-сары алтын түске боялғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламын. Қуырылып жатқан кезінде осылай піскен еттеріміз, бешбармақтан қалған еттер обал болмасын деп тамаққа қосып жатырмын. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне қазір томатымызды салып жіберетін боламын. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болады достар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін картошкамызды, укропымызды, болгарскийімізді де қосып, жақсылап қып-қызыл болғанға дейін қуырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнамдағы видеолар ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Егер достарыңызға әлеуметтік желіде бөліссеңіздер де болады. Қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін үстіне макарондарымызды қосып, енді макаронымыз қызарғанға дейін тағы да қуырмалап алатын боламын. Араластырып тұру керек, асты жабысып күйіп қалмау үшін. Осылай тез-тез араластырып тұрамыз. Міне макарондарымыз қып-қызыл болып шықты. Енді үстіне қайнаған суымызды құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламын. Қайнаған суды құйғаннан кейін үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосасыздар. Тұз, қара бұрыш қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Құйып алдым. Макаронның бетімен бірдей болу керек суымыз. Сол кезде езілмей әдемі болып пісіп шығады. Міне достар, біздің қып-қызыл болып, шашылып піскен макаронымыз дайын. Бізге ас болсын, жасап көріңіздер.